Здравствуйте, в эфире «Де-факто подкаст» и с вами Эльмира Смогулова и Алмаз Мукажанов. И сегодня у нас в гостях директор областной инфекционной больницы области Жетысу Өмірзақ Ниязбеков. Добро пожаловать к нам в студию. Саламатсыздар. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйіңіз. Көңіл-күй орынша, бәрі жақсы. Өмірзақ Абельситович, вот лично для меня профессия врача, она самая благородная, но в то же время она тяжелая и очень ответственная. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к медицине и почему именно выбрали эту профессию? Вопрос такой интересный. Вернемся в далекий 1983 год, когда после окончания школы, вообще до окончания школы, я мечтал быть полицейским, сыщиком, уголовный розыск, романтика и так далее. Но волей судьбы друг моего отца когда-то рассказал вообще о обратной стороне медали работы полиции. И мы с ним долго разговаривали, и он порекомендовал мне стать врачом. Так как моя мама работала в больнице бухгалтером, кассиром, дядя у меня был стоматологом, две сестры мои, две родные старшие сестры уже в мединституте обучались, поэтому, наверное, я решил все-таки стать хирургом выдающимся. И для меня был примером на тот момент главный врач нашей больницы Туяков Шалбат Туякович, который оперировал, был врачом высшей категории, оперировал сложные операции на тот момент. Это считалось далекие 70-е, 80-е годы. Это гастроэктомии. Это удаление желудка. Удаление желудка, на язвах желудка и так далее. То есть для меня это была романтика, и я решил стать врачом. И поступил в мединститут. Хирургияны сонда қалай жаңағыдай біреулердің айтуы бойынша таңдадыңыз ба деп? Хирургия деген мамандық медицинада енді еркектің мамандығы ғой. Еркек болғаннан кейін терапевт, гинеколог, оның бәрі әйелдердің мамандықтары деп саналатын сол кезде. Енді біз баламыз ғой ол кезде. Сол себептен не болмаса хирургия, травматология, реанимация сондай бір мужской профессия дейтін біз. Ер адамдық. Сол себептен сол хирургияға барып, сол хирургия мамандығын таңдадым. Хирургияда ең бірінші жасаған операцияңыз қалай өтті, қалай болды? 90 жылдары бүткіл 90-ның басынан аяғына дейін мен Шаралда істедім. Шарал Алакөл ауданында, Шарал қаласында, орталық аудандық ауруханасында жай хирургтан бастадым. Сонан кейін меңгерушісі болдым. Кейінде бас дәрігер боласың деген кезде мен уже Алматыға көшіп кеттім. Бірақ жұмыс басталған кезде, ол кезде жас мамансың, бір кезде ассистент болып жүресің, бір кезде үлкен тәжірибелі дәрігерлер, хирургтар жанында тұрып үйрететін операция. Бір кезде сол бір мезгілде бүткіл хирургтардың бәрі басқа жаққа ауысып кетті. Сонда екі хирург қалды, үлкен кісілер, Мекебеков, Марат Зинович деген, и Көкенов, Тәнібек Садуақаштар. Ол кісілер бір жерге тойға кетіп қалдым ба білмеймін, есімде жоқ. Бірақ мен жаңыз қалды, аппендицитен бір науқас түсіп. Сол кезде бір ба, 2 жыл істейін ба, сол примерно мөлшері. Сол кезде енді жай енді аппендицит емес, жарылған түрде. Сол кезде орыстың әйелі болушы операционный медсестра. Сол кісі маған үлкен кеңес беріп көмек берді. Моральдық көмек берді. Себебі адам шашылып, егерде есі шығып тұрған кезде, не істерін білмеген кезде, кішкене мені успокаивать етіп, адам өзі ой кетіп қалады ғой. Сол кезде ол кісі жаңа көмегін көрсетіп, кеңесін беріп, в реанимация болды, бәріміз үшеуміз жабылып операцияны жасадық. Сол кезде
Енді бұл камераға айта алмайсың ондай сөзді, бірақ ана жолы айтқан бір. Осындай қорықпа деген ой маған айтып. Сол кезде өз-өзіме жаңа келіп, сол кезде уверенность пайда болып, операциясын жасап, Құдайға тәуба шүкір, сол науқасымыз жазылып, жақсы өтті операция. Сіздер оқу кезінде практика жасадыңыздар ғой, иә? Оқу кезде болады практика, бірақ көп бермейді ол кезде практика. Интернатура деген бар, интернатура кезінде ол кезде максимальный практика сол кезде болады. Операцияға кіруге қорықпадыңыздар ма деп айтайын, Қорқыныш болды ма енді? Егерде бірінші курстан бастап біз уже труптарда органдарын изучать етеміз, бәрін қараймыз. Сол кезде енді уже бірінші курста қорыққанымыздың бәрі кетті ғой. Қалған кезде уже ол бір технический вопрос. Медицинада оқитын балалар айтып жүреді ғой, моргқа кіргізеді. Кейбіреулер талып атады, кейбіреулер құсып атады деп. Ондай да болды. 4-ші курста патологоанатомия болған кезде, патологоанатомия, судебно-медицинская экспертиза, сол судмед курс болған кезде, өтіп атқан кезде барып, оның иісі деген енді мен айта алмаймын сіздерге, керемет иіс. Не то, что адамға, теріңе, киіміңе, темірге дейін сіңіп кетеді ондай иіс. Сондай иісті жиіркенбей, ештеңе қарамай, онда өттік. Ондай дәрігер енді оғанда бәріне дайын болу керек қой. Себептен енді оған қарамастан біз жұмыс істеуіміз керек. Медицинада негізі мен ылғи айтатын демократия болмау керек. Демократия болса, онда медицинада анархия басталады. Өзіміздің уставымыз бар, өзіміздің жаңағы медицинада иерархиямыз бар. Соған бағынып, сөйтіп жұмыс істеген кезде, сол кезде жұмыс болады. Науқастар жазылады. Қандай бір случай дейді ғой сізде болды? Есте қалатындай, сол бастапқы кезден бастағанда болды. Жас кезіңізде жас мамансыз, жаңадан келдіңіз. Аппендициттен бөлек случай ма әлде қалай? Жоқ, ондай бөлек. Ол случайлар көп қой негізі, бірақ енді деген кезде есіме түсіре алмай отырмын. Операционный кезде, операционный столда бір интервьюдан көріп қалдым да, қызық сұрақ қойды ғой сол кісілерге. Түшкіргізген кезде болмаса әжетханаға адам баласы ғой. Ондай кездерде хирургтар не істейді? Егерде негізі шыдаймыз. Бірақ енді қатты барғың келіп тұрса, основной этаптарды өтіп аласың. Сонан кейін размываться етіп, сыртқа барып, дәретіңді алып, қайта жуынып, қайтадан киініп кіресің. Негізі хирургтың жаңыз тұрмайды ғой, ассистенттер болады. Бір ассистент не болса, екі ассистент бар болып тұрады. Сол кезде основной этапты өткізіп барып. Қызық инцидент болған кезде 96 жылы октябрьде свет өшті. Сол кезде бір қиын жағдай болды біздің медицинада, бүткіл Қазақстанда деп ойлаймын, бірақ мына Жетісу облысында, Алакөлде, мына Жетісу облысында, ал Талдықорған облысында свет өшті. 98-дің январында қосылды свет. Сол кезде 96 жылы, 97 жылы мекен, біз сұрап аламыз, светті қостырамыз, кейін операция жасап жатқан кезде, жасап болғаннан кейін звондаймыз, ол енді өшіретін. Бір кезде операцияның ножевой ранение келген, жақсы ол. Науқасқа ең тауып, тамыр кесіліп кеткен жер тауып, енді сол тамырды атқылап атқан қан. Сол тамырды ұстайын деген кезде инструментпен свет өшіп қалды. Өшкен кезде адам не істерін білмейді екен. Енді қалай енді адамның өмірі қолыңызда, не істейміз? Егерде қазір қанмен ағып кетсе болды, адам өледі. Сонан кейін жанындағы енді бәріміз бір командамыз ғой, былай айтқанда, ассистенттер не болса жанында, санитарка, медсестралар тұрған. Біреу сіріңкі жағып отыр, біреу тауып фонарик жақты. Сол жаңағы сосуд ұстап, сонан кейін оны тігіп, орнына келтіріп, сонан кейін барып операцияны аяқтап, свет жақты. Сол ғой есімде болған. Ол бір қызық бір случайдың біреуі.
Операционный столда оянып кеткен адамдар болған жоқ, иә? Оянбайды. Бір наркоз берген кезде, кейбір кезде наркоздың әр адамның өзінің паролы бар. Біреуге көп салсаң, егерде ол жүрегі тоқтап қалуы мүмкін, демаламай қалуы мүмкін, сондай болады. Кейбір адамдарға жетіспейді. Мен олай күлемін. Арақ ішетін адамдармен оларға сәйкес келтіремін да. Егерде біреу көтеретін бар, біреу көтере алмайтын бар. Сол наркозда да сондай. Оянбайды, бірақ кішкене демалған кезде сопротивление жасайды. Сол кезде біз білеміз, анестезиологтар да біледі, кішкене қайтадан дәрісін салат, құяд, қайтадан оны ұйықтатады. Бір операционный бөлмеде қанша адам боласыздар сонда? Әрқилы. Үлкен операция болса, 10 адамда болуы мүмкін. Өйткені оператор, хирург, 2 ассистент, 1 медсестра операционный, 1 анестезиолог, 1-2 санитарка жүреді. Сонан кейін қалған кісілерде де кім көргісі келеді, киініп, ішіне операционный көреді. Консультанттар келеді кейбір кезде. Солай. Практиканттар болады. Ол үлкен қалаларда. Мен өзім ауданында айтып тұрмын. У вас насыщенная карьера. Вы работали, да, непосредственно работали в операционных и также управленческих должностях. Что вам ближе? Знаете, чуть-чуть расширю, да, свой рассказ. В 90-е годы я полностью отработал в Центральной районной больнице города Учарал. И в конце 99-го года я уехал в город Алмату, стал руководителем санатория Турксиб. И несколько лет я работал там. Но все это время мне снились операции, мне снилась хирургия, и мне потянуло опять. Наверное, молодой был, слишком рано, наверное, стал. Вот романтика мне потянула. Я вернулся в хирургию и начал все с нуля. Уже в городе Алмате, госпиталь ветеранов войны, республиканский госпиталь ветеранов войны. Был такой замечательный главный врач и хирург, обладатель золотого скальпеля, выдающийся профессор, хирург с мировым именем Сисимбаев Манас Ахмеджарович. И хоть короткое время, 3-4 года я под его руководством работал, для меня это было очень большим опытом. И, так сказать, с таким человеком, великим, наверное, я сделал для себя много открытий, стал как хирург еще выше. После этого я работал в других медицинских организациях, хирургом, заведующим, замом. И в какой-то момент, уже после 52 лет, мне предложили стать заместителем руководителя управления здравоохранения. Да, здорово. Да, и в таком возрасте, и вообще потом поменять место жительства, город для меня было таким вопросом. Но когда мне задали этот вопрос, для вас, да? Да, я резко согласился, тут же согласился, не раздумывая, буквально секунд 10, наверное. Я сам по себе человек решительный. И, наверное, люблю трудности в этой жизни. Поэтому я согласился. И в 2018 году я приехал в город Талдыкурган и стал заместителем руководителя управления здравоохранения Алматинской области. Илбек. И 2,5 жылдан кейін, ковид басталғаннан кейін, мен алдымдағы басшым басқа жұмысқа ауысып кетті де, и мен өзім ковидпен ауырып шықтым, реанимациядан. И 1 аптадан кейін мен жұмысқа шыққаннан кейін, жұмысқа шығу керек болды. Мені шақырды Аман Гаваш Маталов. И сен осындай сен тағайындайық деп жатырмыз. Қалай қарайсың деді. Сол кезде енді соғыспен тең ғой ол уақыт. Ковид деген. Ковид, это считайте, что война, и в это время было неожиданно для меня, но, наверное, я и ожидал какое-то в подсознании свое. И я согласился, я сказал, спасибо за оказанное доверие, я постараюсь не подвести вас, потому что, в дальнейшем уже работая, я был наслышан
Баталове, но в дальнейшем работая под его руководством, я тоже очень много себе для себя приобрел опыта, знаний, совсем практически это государственная служба, это совсем, наверное, немножко другая стезя, и в тут же для меня это было уроком. Новое что-то, и я, так сказать, продолжил работу руководителем, и в самое трудное время, не побоюсь этого слова, была команда, нынешний сейчас руководитель управления здравоохранения Жетысуйской области, это Арман Серикович Цингеров, был заместителем у меня. И команда это Жунусова Гульнара Химбековна, и другие наши сотрудники. Мы не ударили лицом в грязь, провели, скажем, такую огромную работу. И для сравнения скажу, что в первую волну, когда пришел ковид, у нас работало 8 больниц, обслуживало наших пациентов. И после подготовки ко второй волне мы провели очень огромную работу. У нас работало 3 больницы. И то не хватало. И то третья больница работала. Это тубдиспансер, который нам дал распределиться, и опять она потом была закрыта. И все больницы работали в штатном режиме. Плановые операции, плановые больные лечились и так далее. Нет, была хорошая подготовка. Соответственно, вместо 8 больниц работало 2 больницы на ковид. На ковид работали. Остальные в своем плановом порядке. Қалғандар же қабылдау болып қалды ма? Жоқ, қалғандары өзінің плановый жұмыстарын атқарды. Многопрофильный больница өз жаңағы плановый науқастарды қабылдады. Қалған Кожвен өзінің жұмысын атқарды, тубдиспансер өзінің жұмысын атқарды. Қалғандар бұрынғыдай как в мирное время, то есть функционально, если эта больница оказывает одну помощь, так они и работали. Қазір де анандай нәрсе бар ғой, ковидтан кейін андай нәрсе қалып қалды ғой. Кіре алмайсың больницаға. Анандай бір науқас адам жатса, соған барып қалым сұрауға кіре алмайсың деген сияқты. Ол заң бойынша сөйтіп қалды ма, әлде ковидтан кейін сондай болып қалды ма? Біз бұрындары больницаға кіріп шығатын халатпен, бахиламен, жаңағы бізге, например, посещающий адамдар келеді ғой. А қазір ондай жоқ, только передачаны ғана алады болды. Қай больница? Кез келген. Больницаларда мен режим өзім бар. қыста жаттым, многопрофильныйда, ол жерде маған ешкімді кіргізген жоқ. Распорядок бар. Өзінің правиласы бар посещение пациентов. Қазіргі кезде ковидтен кейін өзі көп нәрсе өзгеріп жатыр, байқаған шығарсыздар. Сырттан, ішіндегі жатқан науқас, ертеңгі мысалы отаға дайындалып отырса, келген туысқандар, ОРВИ, гриппен ауырып жүрген науқасты өзін біліп, сезінбей, білмей келіп жаңағы науқасты ауыртып кетеді. Соң ертең отаға барады да, отадан шыққаннан кейін оның ары қарай емделуі, жазылуы кішкене ауырлау болып кетеді. Қиындайды, ауырлау болып кетеді. То есть мы ухудшаем его момент выздоровления. Да. Поэтому это предостережение. Это одно из причин. Да. Но с другой стороны, есть время посещения. Есть пациенты, которые могут выйти, они могут с вами выйти, встретиться и так далее. Да, встретиться, но в палату, как раньше, уже не могут входить, да? Время есть, график посещения, могут заходить. Есть время посещения. Не могут заходить в инфекционную больницу, так как, извините, это охранение режим, как режим там охранительный. Поэтому люди не могут заходить так, как могут заразиться этими заболеваниями. Тут диспансер не могут заходить. Какие закрытые учреждения? Профессияңызда қандай қиындықтар болды? Хирургия. Әр науқаспенен приемный покойдан қолмен ұстағаннан кейін науқаста оны отделениеға жеткізіп, ота жасап, оны перевязкасын жасап, үйіне шығарғанша сол науқаспенен ауырасың бірге. Жүрегіңіз бір болады ғой. Иә, себебі мен өзімді айтып отырмын да. Поэтому, наверное, с каждым пациентом какую-то
часть души отдаешь. Да. Да. Частичка души уходит, помнишь? После того, как ты пролечишь, когда отпускаешь пациентов, они забываются. Ана кино жайлы әңгіме қозғап кеттік қой ана. Доктор Хаус, хороший доктор дейді. Солардың айырмашылығын айтшы, осы өмірдегі операция. Солардікі. Бұл Аналардікі романтизирование негізі. идеализированный. Идеализированный. Я, наверное, прототип был. Прототип болған, скорее всего. Соған енді прототиптен жасалған. Енді Запад, американская медицина и біздегі медицинаны салыстыруға болмайды. Я протоколдар бір, я жаңағы бірақ система здравоохранения немножко отличается от нашей. Потому что врач в Америке защищен полностью, что не скажешь о нас на сегодняшний день. Заңмен қорғалған. Да, заңмен қорғалған, поэтому сонан кейін мысалы да келген науқастар бізде сияқты келе алмайды и кіре алмайды жерге. Себебі направление керек участковый врачтан, семейный врачтардан. Бізде поликлиника. Негізі біздің система здравоохранения ең идеальная система в мире, әлемде. Себебі человека доступный, человеколюбивый, сондай медицина бізде. Мы в любое время можем подойти к врачу, да, если заболели. Нам не надо будет... Бесплатно получить да, еще и бесплатно, консультацию, да. И бесплатно получить лечение. Но при этом мы еще недовольны, да? Ну, это у нас уже это лирика. Для этого, наверное, все-таки мы должны быть законопослушными. Есть закон, есть конституция, есть кодексы, которые мы должны соблюдать. И все делать в рамках закона. Все зависит от человека, от его воспитания, от его человечности и так далее, и так далее. Бізде бәрі тегін болғаннан кейін көп жерде критика естіп отырады ғой дәрігерлер. Себебі критика болады, идеальный ештеңе жоқ, не бізде, не Америкада. Критика болады. И критика болу керек деп ойлаймын. Себебі критика болғаннан кейін өзгеру керек сол критика жасалғаннан кейін. Дұрыс па ол критика, дұрыс емес па? Егер де ол критика дұрыс болса, онда біз өзгереміз и өзгертеміз. Біздің медициналық көмегімізді, өзіміздің қарым-қатынасымызды науқаспенен критика арқылы. Егер де ол критика дұрыс емес болса, ол заң бар. Заң түрде ол критика дұрыс па, дұрыс емес па, оны құзырлы органдар өздері береді оны бағасына. Қай жерде және қанша оқу керек хирургқа? Біздің кездегі оқу 6 жыл болатын, 7 жыл интернатура, ары қарай біз жұмысымыз істейтінбіз. И жылда мамандығымызды 5 жылдың ішінде біз оқып, тәжірибемізді, мамандық немізді, специалистеріміз көбейту, жоғары жасауымыз, жоғартуымыз керек. Қазіргі кезде 5 жыл оқиды. Воп-воп, 2 жыл интернатура, 7 жыл. Қалған 7 жылдан кейін ол дәрігер воп-воп шығады. Врач общей практики. Врач общей практики. Ары қарай уже резидентура, мамандыққа қарай 2 жылдан 4 жылға дейін резидентура. Мамандығына байланысты. Жалпы 9 жыл негізі. Жаңа мамандық 11 жыл. 11 жылда біразы жай оқумен кетеміз ғой. Хирургтар қанша табасыңдар? Әрқилы. Егер де ол категориясына байланысты, стажына байланысты. Жалпы негізі жай жас маман 250 мыңнан басталады. 250 мыңнан басталады. Бірақ ол 250 мың емес, дежурствосы бар, ары қарай қосылатын несі. Базовый ставкасы, ары қарай дополнительно қосылатын. Дежурствосы бар, тағы бір консультациясы бар, ары қарай қосыла береді. 400-400-ға дейін 50 и 500-ге дейін барады. А егерде маманы тәжірибелі, жоғары тәжірибелі, маманы
дефицитный, өзі бір жақсы маман болса, ол миллион жарым одан да алу мүмкін сондай. Хирургтардың карьерный рост қандай? Бірінші ассистент, содан кейін көтеріле бере ме? Жоқ, ол мамандығына байланысты. Адам өзінің тәжірибесіне байланысты, опыт қалай жинайды, жинағаннан кейін, мысалы, әр токарь, рабочий, әр қилы категорияға байланысты, өзінің несіне байланысты, тәжірибесіне байланысты, мастерствосына байланысты, жалақы алады. Солай ғой? Хирург та сондай. Разряд алады олар. Хирург та сондай. Хирург келген кезде 3-ші категория болады. Содан кейін бара-бара 5 жылдан кейін 2-ші категория, 1-ші категория, жаңа жоғары санатты хирург болады. Сонда ол жоғары санатты хирург, ол перечень операция көбейеді оныкі. Жас хирургтарға айтар ақыңыз, немесе медицинада оқып отқан хирургтарға айтар ақыңыз, жас мамандарға? Шаршамау керек, опыт жинау керек, тыңдау керек, адамды жақсы көру керек. Самое главное, таңда шаршамау керек. Шаршамаса, онда бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі енді жас мамандар келе салады да бірден үлкен операция жасағысы келеді, үлкен ақша алғысы келеді, зарплаттар. Сондай да бар бізде. Бірақ ата-аналардың көбісі де солай түсіреді негізі оқуға. Ақша осы жерде көп деген сияқты. Жоқ, хирургия, вообще негізі медицинада көп ақша жоқ, оның өзінің тәжірибеңе байланысты. Егер де қолынан келіп тұрса, мысалы, мықты окулист болсаң, мықты нейрохирург болсаң, мықты кардиохирург болсаң, тағы да мамандықтар көп қой, онда сен бағаланады адам. Бағаланады да клиниканың өзі, алатын жалақысын жоғары қояды. ВОП дегеніз ғой, ВОПты бітіргеннен кейін параллельно жұмыс жасап жүріп оқуға мүмкіндік болады ма негізі? Жоқ. Бізде медицинада заочный деген жоқ, тек қана очное обучение. Сейчас вы возглавляете одну из самых лучших, на мой взгляд, больниц в нашем регионе. Расскажите о коллективе, о новшествах. В 2020 году, во время вспышки коронавируса, была построена ковидный наш госпиталь модульный в городе Талдыкурган. На тот момент своевременно, востребовано, кстати, очень даже в нужное время, в нужный час, так скажем. Короткое время возвели современный на тот момент госпиталь, больница инфекционная, где у нее были такие современные подходы, значит, не только медицинское оборудование, но и такие как фильтрация, сами палаты уникальные, где есть тамбур между палатой и коридором, есть тамбур, где с отрицательным давлением, когда пациенту заходит доктор, и после общения он выходит в этот тамбур, вся инфекция, которая или вирусы, или бактерии, которые были в этой палате, они высасывается в этом тамбуре, и в коридор этот воздух не попадает. И вместе с поверхностью наших костюмов это переходило, оставалось там. Это и уникальная система фильтрации, она дезинфицировала там же, не только этот воздух надо дезинфицировать. Все это происходило там. Коридоры широкие достаточно. Палаты двухместные, где в палатах, каждой в палате есть у нас туалет, душ, унитаз и вплоть до фильтрованной воды. То есть, чтобы в то время это было для обильного питья, чтобы людям не приносили, никаких трудностей они не испытывали, там стоит до сих пор, он работает фильтр воды, откуда наши пациенты берут и пьют воду.
Уникальность еще этого госпиталя в том, что удобно расположен, удобно для пациентов и для врачей. Уникальность в том, что, значит, там те канализационные стоки, они обеззараживались в одном месте, после этого они попадали уже в обычную канализационную сеть. Автономность наша, что на нашей территории стоят дизельные станции, кислородные станции нам поставили. Что еще там? Очень красиво снаружи было, значит, облагорожено. Ну и как бы традиционно, не традиционно, а тематично был построен памятник нашим медицинским работникам. Очень часто я читал комментарии, когда что за ладони, просящие ладони, негативно очень много было. Хочу пояснить, что этот памятник и вообще этот сюжет – это две ладони руки врача, которая она обогревает наших пациентов, эти руки, которые помогают нашим пациентам. И был посвящен погибшим нашим товарищам, нашим врачам, когда во время ковида очень много наших врачей умерло, в том числе заведующий реанимацией областной больницы Абай, наши другие очень много коллег. Вот. И эти имена запечатлены. Врачтарда доктор Хаус мәселе не бар? Атеист па? Сіздерде бола ма сондай хирургтар атеист болмаса Құдайға сенетіндер? Әрине, бұл өмір ғой. Өмірде енді бәріміз жақта отырғанбыз, бәрі бір адам бола алмаймыз ғой, бірдей. Әрқилымыз. Мысалы, неден естіп қалдым, просто дәрігерлердің көбісі Құдайға сенеді, себебі кейде пациенттер точно өмір сүреді, примерно 15 минут қана өмір сүреді. И келесің палатаға реанимацияға. Жаңа өмір сүреді деген адам дүниеден өтіп кетуі мүмкін дейді. Ал аны 15 уақыт өмір сүреді деген керісінше өмір сүріп кетуі мүмкін ше. Бәрі Алланың қолында. Сондай кезде Құдайға сен қаласың дейді. Бәрі Алланың қолында. Жас келген сайын біз енді кішкене ақыл тоқтататын жасқа келдік, сол кезде түсіне бастайсың өмірдің не екенін. Мысалы, сіз Аллаға сенуіңіз мүмкін, мына қалған балалар сенбеуі мүмкін. Кім біледі енді, әрқилы ғой. Қоғам болғаннан кейін адам көп адам болғаннан кейін қаншама, біреу католик, біреу христиан, біреу мұсылман. Ол дәрігерлердің арасында тура сол. Ешқандай айырмашылық. Біз де адамбыз ғой. Мына кейбір қай дәрігер айтса, мысалы, мына адам өмір сүреді, мына адам өледі десе, ондай дәрігерді тоже наказывать надо, потому что қайдан біледі? Ондай емес қой ол. Ондай нәрсені мен онкологиядан естідім референцияны. Онкологияда кейде болып қалады екен ғой сонда? Онкологияда, егерде действительно адам қатты науқастан, уже 4-ші стадия, уже ол ауру бар жағына өтіп кеткен, бар денесіне тарап кеткен. Соның өзінде де біз айта алмаймыз. Бір күн өмір сүремі, 15 минут өмір сүремі деп айта алмаймыз. Себебі ол бір ай өмір сүруі мүмкін, бір жыл өмір сүруі мүмкін, не болмаса қазір жүріп кетуі мүмкін. Білмейміз ғой. Ол бәрі Алланың қолында. Тура өмірдегідей. Ешқандай ол жерде романтика, анандай сверхъестественный ештеңе жоқ ол жерде. Мен өз басымнан өткенде мынандай жағдай болды. Мені бір айдан кейін шығарып тастады екен негізі. Өмір сүру примерно 10% деді. Үйге барып жат, кино көр деді, содан кейін барып Алланың қалауымен ары қарай өмір сүріп кеттік. Айрат Сагындыкевич ағамыз айтты, ол 90% и 10% просто сондай жағдай болып қалды болды. Менде бір оқиға болды. Шаралда істеп жүргенімде бір 4 жасар ма, 5 жасар балама тоқ соқты. Ақшейдің баласы көлдің жанында. Сонда тоқ соққанда да 10 000 вольт соққан. Ана баланың
машайы күйіп кетті, сүйіп тұрған кезінде соққан. Машайы күйіп кетті, бір қолы күйді, екі аяғы күйді ғой деймін. Сол кезде ол бала қатты ауыр халде болды. Сонда біз ойладық, уже кетеді-ау деп. Сонда әкесі келіп алып кеткен ол баланы. Соны Алакөлдің суының қасиеті, сол суға барып үйіне ескі бір ванна тауып, сол жерде ол баланы суға күнде ванна замачивать етіп, сол жерде баланы ұстаған екен. Бір қысқа уақытта ол бала жазылып кетті, бірақ инвалид болып қалды. Ол бала кейінде ол баланы мен естідім, бірақ көрген жоқпын, что бала аман екен. Мен сол кезде бір барып, сұрағым, Нақшиде бір бала осындай оқиға болған, осындай деп сөйлеткен кезде айтады, иә, ол бала бар. Мен сол кезде таң қалдым. Алланың құдіреті, көрдіңіз бе? Негізі инфекция пайда болып, ол синегнойный палочка деген өте бір керемет жаман инфекция. Сол қосылып ол несіне, жарасына. Жара ғой ол кезде, ожог. Вольт дегенің өзі оңай емес. Иә, кішкентай бала. Жүрегі қалайша да, көрдіңіздер ме? Көрер жарағы бар ғой. Сол жаңағы сіздің сұрағыңыз Алланың қолында бәрі. Мен сөйтіп ойлаймын, мен сөйтіп сенемін. Қалған енді адам сенбеуі де мүмкін ғой. Атеистер көп, басқаша деп ойлайды. Ол чисто менің мнением болды, ойым. Все мы знаем, что вы помогаете вот именно людям с особенными потребностями. Много помогаете, вот как мы знаем, вас слышим. Вот как вам удается, мы до этого, кстати, говорили, чтобы не очерстветь на работе. Вы имеете в виду секрет, да, в этом? Наверное, это, все-таки воспитание, это общество, в котором ты рос, работаешь и живешь и так далее. Ну, религия, наверное, помогает в этом случае очень много. Поэтому, если говорить о религии, сауап жинау керек. Если говорить об обществе, надо быть, наверное, терпимее, добрее, потому что қазақ деген халық өте бір батыр халық, киелі халық, білімді халық, тәжірибелі халық. Қалай көп, мен бір ауызбен қазақты характеризовать ете алмаймын ғой. Сол ата-бабамыздан келе жатқан мүмкін гендер шығар іште. Мәдениетіміз өте бай ғой біздің. Иә. Сол себептен енді қолдан кеп тұрса, адам аямау керек. Менің ойым, жақсылығым. Сауап Алла береді. Енді бірдеңені аяп жасалмай қою деген адамның, наверное, ішкі байлығына не болмаса кедейлігіне байланысты деп ойлаймын. Бұл адам бәрі сондай болу керек, сондай жасау керек. Әр қайғысымызды осы жерде отырғанымызда Алла Тағала жаратты ғой. Жаратқаннан кейін, қолынан келгеннен кейін, Алланың сүйікті пендесі болғаннан кейін, мен сізге ауыр сөз тигізе алмаймын, себебі да, екеуміз ұрсыспасақ та, себебі сіз Алланың сүйікті пендесі, мен Аллаға тіл тигізгендей боламын. Көрдіңіз ба? Ал сол пендеге бір жақсылық жасасам, оның сауап болады, үлкен сауап. Шын ниетмен, шын көңілмен жасасам. И сам по себе я вообще человек, когда кайфую от того, что я кому-то что-то делал хорошее. И все. Арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, WhatsApp-пен таратсаңыздар да болады. Рахмет, қонақ. Умирзак Абельсеитович, мы очень благодарны, что вы уделили нам время за такой открытый разговор. Очень было познавательно. Огромное вам спасибо. Удачи вам. Көп рахмет сіздерге. Де факто FM, бізді таңдағандарыңызға рахмет.